12 жасқа толған балаларға арналған. Қайырлы күн, эфирде бір кітап бағдарламасы. Бүгінгі қонағымыз ақын, жазушы, журналист Жоламан Айдарбаев. Ал енді бүгінгі әңгімеміздің арқауы жақында ғана шыққан «Ұлан дала» кітабы. Аға, қош келдіңіз. Рахмет. Енді әңгімеміздің беташарыда негізгі өзегі де кітап. Сондықтан әңгіменің басын бірден осы кітап туралы бастасақ деп отырмыз. Мына кітаптың түсіндірмесінде былай депті. Бұл еңбек тарихтың тылсым қойнауында бір жайларда жер бетінен өшіп кетіп, ғайыптан қайта шығып, асқақ арманын көкке ту етіп көтерген сол бір заманның көкжалдары, көк түріктер жайлы тұңғыш қалам тербеліп отырған толғаныс. Енді көк түріктер тақырыбы қашанда тың тақырып, қазақ тарихы үшін, қазақ әдебиеті үшін. Жалпы бұл тақырыпқа қалай келіп қалдыңыз? Бір ойда болатын мәселе, жалпы қазақ елінің, қазақ халқының мемлекеттілігі жөнінде. Осы берге дейін біз қазақ халқының мемлекеттілігін берден бастап келдік. Осыдан бір 7-8 жылдар бұрын бекен қазақ хандығының 500 жылдығы болып өттік, соны атап өттік. Одан кейін біздің халқының мемлекеттілігі Алтын Ордадан бастау керек деген әңгіме айтылды. Ал одан кейін жалпы егер тарихқа тереңірек көз жүгіртетін болсақ, онда оның тарихы тым әрде тереңде сияқты. Өйткені әрбір халықтың өзінің өркениеттілігі, мәдениеті, ол елдің мемлекеттілігінде жатыр. Егер өзі мемлекет бола алмаған елде онда өркениеттілігі, оның мәдениеті болуы мүмкін емес. Ендеше бізді қазақ халқы күні кеше аспаннан түскен халық емеспіз. Біздің тарихымызға тереңірек үңілетін болсақ, онда оның тарихы әрегіректе, тым тарих қойнауында тым тереңіректе жатқаны байқалады. Тіпті мұнан бұрын менің «Ел патша» деген кітабым шыққан. Мұнда сол мәдениетіміздің, біздің өркениетімізді анау ғұндардан бастадық. Ол ғұндар мұнан 2-3 мың жылдай бұрын өмір сүрген, тарихта өткен халық. Сол «Ел патша» кітабында сол ғұндар, ел патшаға бастаған ғұндар күллі жарты әлемді билеген. Ал өзінің мәдениеті, өркениеті жоқ халық ол жарты әлемді билей алар ма еді? Ол енді өз алдына бөлек әңгіме. Ал енді біз мына кітапқа келетін болсақ, сол біздің мәдениетіміз, өркениетіміздің бұл сол ғұндардан кейінгі жалғасы. Тарихта алдымен анау сақтардан бастаймыз. Оның бер жағында сосын бар ғұн, сосын бар түрік, одан келіп қыпшақ, сосын бар біз қазір қазақ болып кетеміз ғой. Енді осы ғұндар тарихының жалғасы түріктер тарихы. Міне «Ұлан дала» кітабымыз осы түріктер тарихы туралы. Бұл түріктер тарихы болғанда, мұны аңызда түріктерді көк түрік деп атап жүр ғой кәдімгі шейінде. Мұның бұл көк түрік деген сөзі бұл ар жағында көкжалдан шыққан дейді аңызда. Енді көкжал дегеніміз қасқыр. Енді қасқырдан адам шықпайтынын білеміз ғой.
O zaman da bu zaman бұл жалпы түрік халқының шығу тарихында ар жағында бір өмірдің өзі сол көкжалдармен бір байланыстырған жері бар тарихта. Сірә жаңағы біздерді көкжалдан таратып жүргені сол болса керек. Ол көкжалымыз әуелде бір кішкентай бала осындай бір шапқыншылықтан шапқыншылық кезінде ауылын түгел шауып кетіп, жаңағы кішкентай бала қол аяғы жоқ, бәрін шауып кеткен. Сол бала жұртта қалады. Соны ана ене қасқыр келіп асырап, емізіп, сол ене қасқыр келіп асырап, емізіп, содан барып сосын сол осы ұрпақтар айтты. Оны жаңағы көкжал деп біздің көк түріктер дейміз, көкжал түріктер дейміз, шамасы осыдан болса керек. Көкжалдан тарататын жер сол. Осы аңызды енді негізге алған мифтен басталып тұр кітабыңызда. Ал енді бірақ енді ары қарай сосын нақты тарихи деректермен жалғастырып әкетесіз. Мысалы біздің енді жалпы көпшіліктің білетін тақырыбы көк түріктер жөнінде. Мына Тоныкөк, Күлтегін, Білге Қаған мектеп оқулығына енген, оның да әсері бар. Сонымен бірге енді кезінде Бейсенбай Кенжебаев атақты, соның енді шәкірттері болды, мықты мына Алтын Орда дәуіріндегі әдебиетті Алма Қыраубаева, хандық дәуірдегі әдебиетті Мұхтар Мағауин, оның ар жағындағы сол түркі дәуірі, Күлтегін дәуірі әдебиетін Мырзатай Жолдасбеков ағамыз сол кезде зерттеп, ғылыми айналымға ендірді. Соның әсері бар шығар деп ойлаймыз. Көпшілікке таныс енді осы тақырыптар. Енді бірақ енді осы Күлтегін, Тоныкөк деген біздің ата-бабаларымыз негізінен сол Орхон Енисейдегі тастағы жазба мұралардан бізге таныс. Негізгі деректерді біз соннан алды деп білеміз. Енді мына кітаптың ішінде нақты оқиғалар, Күлтегіннің бастан өткен оқиғалар, Тоныкөктің бастан өткен оқиғалар, сол кездегі тарихи процестер кәдімгі кинодағыдай былай жүріп желдіріп айтып отырасыз. Осы деректерді, дерек көздеріңіз туралы айтсаңыз. Жаңа айттық қой, біздің қазақ халқының кішкене мәдениеті әуелден кенжелеп келе жатқан еліміз ғой. Біздің жазба тарихымыз болмаған, кезінде болған, ол жоғалып кеткен. Содан барып кенжелеп қалғанбыз. Тіпті сол енді соның зардабын осы күні бүгінге дейін тартып келе жатырмыз. Бұл тарихқа үңілетін болсақ, көк түріктер тақырыбы жалпы мұны зерттеу, қолға алу өзі берде басталған. Бірінші көк түріктерді зерттеп жүрген бірінші басшы осы Гумилевтен басталады. Сол Гумилев зерттеп келіп, одан кейін мына Қойшығара Салғарин деген тарихшы бар. Одан кейін Әнес Сараев деген тарихшы бар. Міне осы кісілер осы көк түріктерді тамсымдап әженен зерттеген. Әсіресе Қойшығара Салғариннің 3 кітабы бар. Орта ғасыр түріктері, ежелгі түріктер, шығыс түріктер деген. Сосын Тұрсын Жұртбаев деген ғалымның ода осы көк түріктерге жаңағы оралады. Енді бірақ бұл көк түріктер деген затымыз бұл жаңағы берде басталған тарих емес. Болмаса бұл бір-екі адамнан тұратын, бір-екі ғасырды қамтитын тарих емес. Бұл үлкен тарих, бүкіл бір жұрттың тарихы. Ол тіпті бүгінгі әлемдегі түрік әлемінің негізі бүгінгі. Ал міне сондықтан да олардың қай-қайсысы
бұл тақырыпты зерттегенмен әлде де оның ашылмай жатқан сырлары, құпиялары көп. Зерттелмеген жерлері көп, ашылмаған. Ал бұларды мен бұл кітапты жазғанда, әрине менің енді бір басқа жазушылардың қалай екенін білмеймін. Мен өзімде бұларды бір әлемнің түп-төркінін түгел аралап жазуға мүмкіндігім болған жоқ. Ал оны тарихқа үңілсек, тарихта біздің жазба мәдениетіміз жоқ, біз жазып қалдырмағанбыз. Тарихта жалпы бұл біздің түріктеріміз, енді қазір жалпы түрік деп сөйлейік, соның ішінде біздің қазағымыз да бар бүгінгі. Олардың тарихы бүгінгі мына Қытайменен аралас өткен. Соларменен етене өскен халықтар. Сондықтан да біздің екеуін салыстырып қарасақ, Қытай халқы, олардың патшалары, императорлары өздерінің тарихын жазып қалдырып отырған. Кәдімгі әрбір патша арнайы соған адам бөліп, сарайларда кәдімгі бөлек маман ұстап, тарихқа көңіл бөліп отырған. Тарихқа қалдыруға. Жылнама жасап отырған. Жылнама шежіре. Ал біздің енді түрік халқымыз олай істемепті. Бабаларымыз. Ол неге олай істемеген? Сондықтан да міне осы мына кітапқа материал жинарда мұның енді көп қиындығы тиді. Сол мына көлгөсір ақпараттық. Енді бір жерде бір көңіл бөлетін нәрсе, бір пайдасы деген нәрсе, соңғы жылдары мына біздің Қазақстанда осы жаңа әлгінде айтып кеттік қой, біздің жазу мәдениетіміз сақталмаған деп. Енді біздің жазу мәдениетіміз өзімізде сақталмаған, ал басқа елдерде там-тұмдап қалған. Қытайда қалған, Иранда қалған, Арабта қалған, тағысын тағы. Басқа елдерде. Ал оларда да ол бір мынау қазақтың тарихы екен деп бөлек саралап жинап қоймаған. Оларды тек қана іздеп жүріп қана табасың. Бір жақсы жер айтып, жаңа әлгінде айтып кеттім ғой, осы соңғы 10-20 жылдықтың төңірегінде біздің Қазақстанда бір жақсы не бастама болды. Ол осы әлем тарихындағы, әлем әдебиетіндегі, әлем кітаптарындағы, мәдениетіндегі біздің қазақтың мәдениетін жинау мәселесі қолға алынған. Мысалы үшін Қытай тарихындағы біздің мәдениетіміз, қазақтың, Араб тарихындағы мәдениетіміз, түрік тарихындағы мәдениетіміз, тағы. Шетелде Европадағы біздің қандай тарихымыз, қазақтардың. Осыларды бөлек біздің ғалымдарымыз бөлек зерттеп, осы бір жақсы бастама болды. Міне содан көптеген біздің тарихымыздан көптеген жаңа қырлары ашылып жатыр. Әрине ол әлде де ол ашылып болған жоқ. Оны тек қана қолға алынып жатыр. Оны қолға алынып бастағаны біз соңғы 10-20 жыл. Ал оны зерттеу деген ол үлкен жұмыс. Ол үлкен қаржыны керек ететін жұмыс. Ал қаржы біздерді осы ең көп қинайды, осы қаржы мәселесіне келгенде мемлекетімізді соң қиналады, жеке жазушыларды осыдан қиналады бәрі. Енді жаңа айттым ғой, осы бірқатар Қытай жөнінде, Қытаймен араласқан жеріміздегі біздің мәдениетімізді біраз материалдар қазақшаға аударылды. Мына кітапқа жазарда соның көп көмегі тиді. Жаңағы авторлардың ба? Авторлардың да, жаңағы ол авторлар қол тигізбеген, әлі қол тигізуге үлгермеген тақырыптар. Жаңа Қытайдың тарихының ішінен біз өзіміздің тарихымызды бөлек жинап алып жатыр. Қазір сонда бұрынғыдан салыстырмалы түрде енді бұрынғыдан қолжетімді болып жатыр ма Қытайдағы архив? Иә, енді бұрынғыдан қолжетімді болып жатыр.
шындығында. Бірақ олардың тарихын түгел аударып төңкеріп шығуға олар да үлгермей жатыр. Ол көп тарих. Көп тарих. Енді айтып кетейік, жалпы қазақ тарихын айтқан кезде енді Ресеймен текетірес, бас ашық әңгіме, мысалы бір-екі ғасырлық біздің көтерілістер, қуғын сүргіндер бүгінгі күнде енді толық демесек те енді толыққа жақын ашық айтылады. Енді оның ар жағындағы Қалмақ жоңғар соғысы, ол да бірнеше кинофильмнің арқауы болды, тарихи кітаптар жетерлік мысалы. Оған Қалмаққа дейінгі Алтын Орда дәуіріндегі отырардың күйреуі мысалы, немесе сол сықылды соғыстар айтылады. Сосын енді оған дейінгі ислам дәуіріндегі 10 ғасырдағы арабтың бізді отарлауы, ол жөнінде де біраз материалдар айтылады. Содан кейінгі осы мына түркі дәуіріндегі осы енді ұлттың тарихи күнтізбесін соғысқа қарап жасамаймыз ғой. Дегенмен қазақтың тарихы соғыстармен өлшеніп кетір, былай сырттай қарасақ. Осы мына 10 ғасырға дейінгі 5-10 ғасырдағы осы түркі дәуіріндегі тарихи процестер негізінен бұлдыр. Ал оның ар жағындағы ғұн-сақ дәуіріндегі мысалы Томирис пен Кирдің соғысы, Иран мен Тұранның текетіресі бізге жақсы мәлім ғой. Бірақ осы Табғаш деп айтылады жаңағы Күлтегіннің жырында. Қытай жұрты ғой осы Табғаш деген. Осы Қытай мен түркінің соғысы көп айтылмайды, текетіресі көп айтылмайды. Бұған енді Қытайдың жабық саясатының сол қатысы бар ма, қалай? Қытай енді оны бізге түріктердің тарихын жазуға кедергі болып отыр, қандай істеме жоқ. Оған кедергі жоқ. Оны әңгіме тек қана сол зерттеуде. Өйткені қазір біздің ғалымдарымыз әлемнің көптеген елдерімен келісім жасап, сол елдерге барып зерттеп алып жатыр. Мысалы, Индиядан көп мәселелер алынған, Қытайдан алынған, Ираннан алынған, Түркиядан алынған, Арабтан сыр алынып жатыр, тағысында осы әлемнің барлық елдерінен алып жатыр. Жаңа айттым ғой, бірақ оның барлығын әлі толық алып, оны аударып, тәржімелеп, бізге жеткізу әлі толық шешілген жоқ. Өйткені оған ғалымдардың деңгейі де керек, олардың ыждағаттылығы да керек, белсенділігі де керек, қаржы да керек, мемлекет аралық келісім де керек, бір көп мәселе. Енді кітаптың ішінде түріктің тарихымен, хандарымен, батырларымен бірге қабаттаса, қоса қабат жүретін әрине сол Тан елінің, қазіргі Қытайдың тарихы, патшалары, ақсүйектері, солардың саясаты, екі арадағы соғыс, айла тәсіл, осының бәрі осының ішінде қамтылған. Енді тың тақырып қой. Бірден оқыған кезде оқырманға енді түсінікті болып кетуі қиындау көрінеді. Жалпы сіз енді панорамасын біліп отырсыз тақырыптың, барлығының ішінде көрдіңіз. Қазіргі көзқараспен қарағанда сол кезде жасалған тарихи жетістігі осы, сол бабаларымыздың жасаған тарихи жетістігі осы деген, немесе сол кезде жасалған бір ең үлкен қателік осы болыпты деген сияқты бар ма сізде пікір? Жазушының міндеті тарихты бұрмалауға болмайды. Тарихты біздің өзімізге бейімдеуге болмайды. Тарихта не болды, сол болды. Сол бізге сол күйінде жету керек. Автордың, жазушының міндеті осы. Оның ішінде, егер саяси тұрғыдан келетін болсақ, оның ішінде жаңағы біздің саясатымызға келмейтінді, ұлттық саясатымызға келмейтінді жайлар бар ғой. Бірақ саясат дегенде өзің білесің, ол бір тұрақты қатып қалған саясат жоқ. Бұдан бір 100 жыл қандай саясат, бұдан 1000 жыл қандай саясат болды, бүгінгі саясат қандай. Сондықтан оны тек саясат, оны бір белгілі бір біз қалай болғанда да сол заманның көрінісін, сол заманның бейнесін беруіміз керек. Қайткенде де. Мүмкін оның ішінде
саясатқа келетін де бар, келмейтін де бар, жат қылықтар да бар. Бірақ ол тарих. Ал тарихқа өктем жасауға болмайды. Сондықтан бұның кітаптың ішінде біз негізінен өзімізге жеткен сол тарихи айтылып жүрген сондай тарихи шындықтарды ғана жеткізуге тырыстық. Оның ішінде енді біз ештеңені түзеткен жоқпыз, ештеңені ойлап тапқан жоқпыз, ештеңе артық та қосылған жоқ, кем де қосылған жоқ. Жаңағыда оқылу қиындау дедім ғой жаңа. Иә, мұны оқылу қиындау болған себебі, мына біздер Европаның тарихын біліп өскен халықпыз ғой. Иә. Орысша оқыдық, шетел тарихын оқыдық. Шетел тарихында оқығанымызда сол Европаның тарихы, Американың тарихы. Ал мына Қытайдың тарихы бізге бейтаныс. Сол. Ал біздің жазып отқанымыз сол Қытайдың тарихы. Біз қарап отқан өйткені біздің ата бабамыздың әуелден сол өскен, өнген жері сояқ. Солармен араласып өскен. Біз сол тарихтан теріп алдық. Екіншіден, мұның ішіндегі бізге, мысалы қазір біз Европаның келген бір жерін суын атасақ, бізге ол жаттанды көрінеді. Біз білеміз оны. Донды білеміз, Днепрді білеміз, мысалы Венгрия түсіне қоямыз, Карпат тауларында түсінеміз. Сен аны білеміз. Ал енді Қытайдың барлық Қытайша аты, өзенді аты Қытай, судың да аты Қытай, төбенің де аты Қытай, қаланың да аты Қытай, келең бір. Оған біз дағдыланбаған, бізге оның барлық жат сияқты ойда тұрмайды. Иә, сол. Қиындық тудыратын бір оқығанда, ең бір қиындық тудыратын жері осы енді біздерді. Әйтпесе жеткізілу жолы жеңіл, тіліңіз жеңіл, жақсы, жатық жеткізгенсіз. Бірақ тақырып. Сондықтан бірден алып кету кішкене оқырманға сәл қиындау болатын сияқты, бірақ сонымен бірге қызық болады деп ойлаймыз. Өйткені сосын бірнеше жері мұның ішінде оқиғалардың сондай бір заман болған оқиғалар деген бір жатқан бір қым-қиғаш. Иә. Тіпті оны бір рет егерде оқығанда жаттай есінде сақтай алмауы мүмкін. Бір әбден дағдыланып жаттап сөйткеннен кейін барып болмаса. Міне бұл да кішкене оқығанда қиындық тудырады. Иә. Бір мүмкін олардың заманда солай болған шығар. Жатқан бір айран асыр дүние, қым-қиғаш өмір, астан кетсең кәдімгі. Солай. Енді міне көкжалдар үйірі деген осы біздің бүкіл түрік нәсілінің мифімен басталады кітап. Содан кейін мысалы міне тұңғыш орда, тек қана Қытай емес, Жібек жолы, Иран жорығы, Византия, Сібір қаған, ұлы патша Тайцзун, түріктердің соңғы тобы, Тоныкөк, ордадағы ойран, атамекен Өтікен, Қытайдың тан өлетінің императоры Тан Сюань Цзун, ұйғырлар, аласүргін, осындай қызық негізінен тақырыптармен қамтылған. Бұл енді бір роман іспеттес деп те қарауға болады, бір-бірін жалғасқан сюжетпен. Сонымен бірге әр жерінен, мазмұнынан әр жерінен бөлек-бөлек оқып, тақырыпты танып алуға да болады. Осындай жазылған енді тың кітап. Енді кезінде жаңағы Орхон-Енесей жазбаларын, тастағы жазбаларды ешкім оқи алмады ғой. Орналасқан жері Моңғолия аумағы, Енесей өзенінің маңы, сондықтан соларға тиесілі мұра деп қарады. Кейін 1889 жылдан бастап батыс жұрты, Еуропа жұрты танысқаннан кейін ескерткіштегі жазуды аздап оқып бастады. Кезінде енді мына қазіргі Моңғолияға қарайтын Орхон-Енесей өзендерінің бойында орналасқан біздің ата-бабаларымыздың мол мұрасы, тасқа қашалған тарихы, тура мағынасында тасқа қашалған тарихы бергірекке дейін жұмбақ болып келді. Кімнің енді ұлан-ғайыр тарихи көл-көсір мұра екенін біледі, бірақ енді кімге тиесілі, бұның мұрагері кім деген сұрақ әркімнің көкейінде жүрді. Кейін 19 ғасырдың бірінші ширегінде Григорий Спасский өзі шығарған Сібір вестнигі журналына осының суреттерін шығарды. Сосын ол сурет мақаламен шығарды. Кейін ол мақала аударылып, латын әліпбиімен де батыс өңірлеріне тарап,
содан кейін фин ғалымдары зерттеп бастаған 1889 жылдардан бастап. Енді сол ғалымдардың ықпалымен де болар, мүмкін шынымен де болжамы болар, бұл тастардағы жазу, бұл тастар финдердікі деген қорытындылар айтылған кезінде. Енді содан кейін ол ғылыми орталған қызығушылық білдіріп, ол әліпбиді ең алғашқы оқыған, әркімдерді оқып көрді, тырысты, бірақ ең алғашқы рет оқыған дат ғалымы Вильгельм Томсон. Оның оқыған 1893 жылы оқыған екен. Ең бірінші сөздері тәңірі және түрік деген осы екі сөз. Содан анық болды. Бұл мұра, бұл тарих, тасқа жазылған тарих түріктердің шежіресі, ата бабаларының шежіресі екен анықталды. Енді осыдан ақ белгілі түрік дәуірінің тарихы, түрік дәуірінің әдебиеті біздің қазаққа өте қиыншылықпен кеш жетті. Сол тұрғыдан қарағанда сіздің ұлан дала кітабыңыз осы бір түрік дәуірінің, көк түріктер дәуірінің кетігін толтыратын тағы бір кітап қой деп есептейміз. Осыған және біздің өлкемізде, кітапханамызда бұл кітаптың болғанына біз қуаныштымыз. Енді қорытындылайық бағдарламамызды. Сөзін ақын Ибрагим Иса, сазын композитор Қуат Шілдебаев жазған Музарт тобының орындауындағы «Кешір мені» әнін көбіңіз тыңдаған шығарсыздар. Сол әннің тарихқа тіптірі қатысы жоқ болар, бірақ сондағы өзгергенмен тіршілік, өзгермейді болғаныс деген жолдар әртүрлі ойға салатын еді. Біздің бабаларымыздың 2000 жыл бойы басынан кешкен тағдырда солай. Оны өздері тура мағынасында тасқа басып та кеткен. Ал бүгінгі тіршілік күнде өзгеріп жатыр. Тіршілікпен бірге тарихқа деген көзқараста әр кезде әртүрлі. Ендеше бүгінгі әңгімеге арқау болған «Ұлан дала» кітабын оқып, сол тарихқа да, сол тарих туралы жазылған осы кітапқа да өз бағаңызды беріп көріңіз, құрметті оқырман.